Hi everyone, welcome to my channel. In this lesson, I'm going to show you how to form and when to use there is and there are. Let's get started. Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі there is және there are сөз орамдарымен танысатын боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. There is және there are сөз орамдары бұл заттың бір нәрсенің белгілі бір жерде тұрғанын, яғни бір жерде сол заттың бар екендігін білдіру үшін қолданылады. Сөйлем құрау барысында біз бұл there is және there are сөздерін сөйлемнің ең біріншісіне, яғни бірінші болып қолданамыз. Мысал үшін, there is a lamp on the table. Үстелдің үстінде лампа тұр деп аударылады. Яғни, столдың үстінде лампаның бар екенін білдіріп тұр. There are lamps in the shop. Дүкеннің ішінде лампалар бар. Ал енді екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, біз there is сөзін жекеше түрдегі зат есімдердің алдында қолданамыз, және де саналмайтын зат есімдердің алдында қолданамыз. Яғни, бір ғана заттың бір жерде орналасқанын айту үшін. Ал there are біз көпше түрдегі зат есімдердің алдында қолданамыз. Яғни, екі немесе одан да көп заттардың бір жерде екенін айту үшін біз there are сөзін қолданамыз. Мысал үшін, there is a big tree in the garden. Бақшаның ішінде үлкен ағаш бар. Яғни, бір ғана ағаш туралы айтып тұрмыз, иә? There are big trees in the garden. Бақшаның ішінде үлкен ағаштар бар. Яғни, көп ағаштар туралы айтып отырмыз. Яғни, мына жерде бар деген мағынада қолданылады. Мысал үшін, there is a book on the table. Үстелдің үстінде кітап тұр. Мына жерде кітап бар деген мағына. There is a man on the roof. Шатырдың үстінде адам тұр. There are 7 days in a week. Яғни, мұнда аптасына 7 күн бар деген мағынаны білдіріп тұр. Енді, мұнда дегенді қоспасақ та болады, аптасына 7 күн бар деген мағына. There are 4 cats. Мына жерде 4 мысық бар деп аударылады. Ал енді болымсыз сөйлем жасау үшін біз there is және there are сөздерінен кейін жай ғана not сөзін қоя саламыз. Мысал үшін, there is not anybody in the room. Бөлменің ішінде ешкім жоқ. Яғни, мұнда ешкім жоқ деген мағынада. There are not many old buildings. Мына жерде үлкен ескі ғимараттар көп емес. Яғни, ескі ғимараттар аз деген мағынада қолданылып тұр. Және де сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз a және is көмекші етістіктерін they-ның алдына шығарамыз. Яғни, are there any books on the table? Сұрап тұрмыз, иә? Үстелдің үстінде бірнеше кітаптар тұр ма? Ол жерде бар ма деген мағынада. Is there a pen in your bag? Сенің сөмкеңнің ішінде қаламсап бар ма? Яғни, бір жерде бір заттың орналасқанын, яғни ол жерде сол заттың бар екендігін айтқанда, осы there is және there are сөздерін қолданамыз. Ал енді there was and there were сөйлемдеріне тоқталатын болсақ, біз was және were көмекші етістіктерін past simple-да, яғни өткен шақта қолданамыз. Яғни, there was, there were, мына жерде болған деп аударылады. Яғни, болған, қазір жоқ. Мысал үшін, there was a pen on the table. Үстелдің үстінде қалам болған. Бағана болған, бірақ қазір жоқ. There was some water in the cup. Және де there is some water in the cup. Екеуінің айырмашылығы. There was, яғни бокалдың ішінде су болған, ал there is some water in the cup, бокалдың ішінде су бар. Яғни екеуі екі мағына, біреуі болған, біреуі қазір бар. There were 10 boys playing football. Мына жерде 10 бала футбол ойнап жатқан еді. Қазір жоқ олар. There was a cat on the roof. Шатырдың үстінде мысық болған.
Ал енді болымсыз сөйлем жасау үшін біз жаңағыдай was were-ден кейін жай ғана not жалғауын жалғай саламыз. Мысал үшін there wasn't any book here. Бұл жерде кітап болған жоқ, немесе there was not a cat on the roof. Шатырдың үстінде мысық болған жоқ. Ал енді сұраулы сөйлем жасау үшін дәл бағанағыдай were мен was-ды there-ның алдына шығарамыз. Яғни was there an apple on the table? Үстелдің үстінде алма тұрды ма? Яғни ол жерде алма болды ма деген мағынада. Was there anybody in my room? Менің бөлмемде біреу болды ма? Яғни бағана болды ма өткен шақта қолданып тұрмыз. Were there any pencils in my desk? Менің партамның үстінде қаламсаптар болды ма? Қаламсаптар бар меді деген сияқты. Were there a lot of kids in the garden? Бақшаның ішінде көп балалар жүрген беді. Бағана балалар бар меді деген мағынада қолданылады. Ал енді достар, бүгінгі осы there және there сөздері сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни there және there сөздері бір жерде бір нәрсенің бар екендігін, яғни сол жерде орналасқан екендігін айтқан кезде қолданылады. Ал there was, there were сөздерін біз past simple'да, яғни сол жерде болған еді деген мағынада қолданамыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.